Балалар, бүгін қазақ тілі пәні тақырыбымыз уақыт алтыннан қымбат. 5-ші сынып. Бүгінгі сабақты мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру, жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану, күрделі сөздерді ажыратып, жасалу жолдарын көрсету. Біріншіден тақтаға назар аударайықшы. Мына екі сурет бойынша сендер не айта аласыңдар? Ал біз өз мәтінімізді оқып болдық. Осы мәтін бойынша менің сендерге бір-екі сұрақтарым бар. Елбасының балалық шағы мен өздерінің балалық шақтарында салыстырыңдар. Ұқсастық пен айырмашылық бар ма? Екінші сұрағым, уақытты алтыннан басқа тағы да неге теңеуге болады? Бүгінгі біздің тілдік игеріміміз күрделі сөздер. Күрделі сөздер бізде өзі 4-ке бөлінеді. Олар бізде біріккен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер және сөз тіркестері. Біріккен сөздер дегеніміз екі немесе одан да көп түбірден бірігіп, бір тұтас ұғымды білдіретін сөздерді айтамыз. Мысалы, түбір сөздер алты және бақан. Екеуі біріккен кезде алты бақан деген біздің сөзіміз пайда болды. Ақ және сүйек екі түбірден құралған ақ сүйек деген ойынның атауы пайда болды. Ал енді сендерге тапсырма. Мына жерде берілген гүлдердің ортасында түбір сөздер берілген. Сол түбір сөздерден сендер біріккен сөздер құрауын керексіңдер. Жарайсыңдар. Мысалы, нұр дәулет, бақ дәулет, жан дәулет, ес дәулет. Яғни бұл жерде біріккен сөздер пайда болды. Келесі тапсырмамыз, мына суреттерді пайдалана отырып, біріккен сөздер құраңдар. Ай, гүл, түйе, құс, алма, гүл. Көріп тұрғандай, екі түбір сөздер бірігіп, бір ғана мағынаны білдіретін сөздер пайда болды. Келесі бізде екінші бір түрі күрделі сөздің қос сөздер. Қос сөздер дегеніміз қосарлану немесе қайталану арқылы бір ұғым ретінде жасалған сөздерді айтамыз. Өзі қос сөздердің жасалу тәсілдері бар. Бір сөздің қайталануынан пайда болған сөздер. Айта, биік, күте. Екі сөздің қосарлануынан жасалған қос сөздер. Ата, ана, ар, ұят, киім, кешек, ыдыс, аяқ. Күшейткіш буын арқылы жасалған қос сөздерді оны айталамыз. Қып, қызыл, тап, тар, түп, түзу, немесе тап, таза деген сөздер. Мына жерде сендерге тапсырма. Мына сөздердің сыңарларын тауып, қос сөздер жасаңдар. Әрине дұрыс. Әуре, сарсан, ата, баба, апалы, сіңілі, алда, жалда, әмпей, жәмпей. Яғни қос сөздерді жазған кезде ортасына дефис қойылады. Қысқарған сөздердің жасалу жолдары. Қысқарған сөздердің 5 түрлі жасалу жолы бар. Ол бірінші, күрделі сөздердің тек қана бас әріптерінің алынуы. ОБТ, ұлттық бірыңғай тест. БОО, біріккен ұлттар ұйымы. Екінші түрі жасалу жолының, яғни алғашқы сөздің алғашқы буыны алынып, қалғандарының тек бас әріптері алынады. ТАР-МА-ПИ, Тараз мемлекеттік педагогикалық институты. Үшінші, бұл жерде берілген сөздердің алғашқы буындары ғана алынады. Физмат, физика-математикалық деген сөздер шыққан. Одан кейінгі біздің жаңағы сөзімізде алғашқы буыны ғана алып, екінші сөзі толығымен жазылады. Мединститут, пединститут, медициналық институт. Одан кейін біздің жаңағы математикалық өлшемдеріміз сантиметр, миллиметр, гектар, тағы да басқа деген сөздер. Яғни сантиметр, миллиметр, гектар, тағы да басқа бұлар кіші әріппен жазылады. Одан кейін қысқарған сөздерге жалғаулар жалғанатын болса, оның алдына сызықша қойылады. Мысалы,
ЮНЕСКО-ның, НАТО-ға деген сияқты мысалдарды келтіруімізге болады. Екі немесе бірнеше сөздердің тіркесіп келу арқылы жасалып, бірақ қана сұраққа жауап беріп, бірақ қана ұғымды білдіретін сөздерді біз тіркес сөздер дейміз. Тіркес сөздерді қарастырған кезде сөз тіркестерінде қарастырып өту керек. Себебі сөз тіркестері дегеніміз, ол екі сөздің бірігіп, бірақ та екеуі бөлек-бөлек сұраққа жауап беріп, екі түрлі мағынаны білдіретін сөздерді айтамыз. Мысалы қарасаңыздар, сан, ет, бұл тіркес сөз. Яғни, не деген ғана сұраққа жауап береді екеуі. Сан, ет, бірақ қана ұғымды білдіреді, бірақ қана сөйлем мүшесі бола алады. Ал мысалы, ақ, лақ десек, мысалы, ақ, қандай, не, лақ деп әрқайсына бөлек-бөлек сұрақ қоя аламыз. Мысалы, 15, бұл бізде күрделі сан есім. Ауа райы, күрделі зат есім. Келе жатыр, күрделі етістік. Толық денелі, қандай, яғни бұл бізде күрделі сын есім. Күні бойы, бұл бізде істеуді білдіреді. Ал енді сіздерге қорытынды тапсырмам. Мына жердегі сөздерді әп-әдемі, ақтөбе, Бұ, қазмұу, ата-ана, қара торы, түйе құс, 13 деген сабақтарды, мына жерде біріккен сөздер болса, біріккен сөздің қатарына, қос сөз болса, қос сөздің қатарына, қысқарған сөз болса, қысқарған сөздің қатарына, тіркес сөз болса, тіркес сөздің қатарына жазып шығыңыздар. Рахмет, сабақ аяқталды.